Канчалыкты шылым шекпеуіңізге байланысты, соншалықты сіздің денеңізде орын алатын өзгерістер. Темекі шегу әлемдегі ең көп кездесетін улану симптомы болып табылады. Темекі шекпейтін адамдардың акциясы қаншалықты көп болса да, әлем бойынша бір күнде темекі шегетін адамдардың саны 1 миллиардқа жетеді. Шылым шегетін жандар темекіні сатып алу үшін қалтасы да қаншалықты жұқарған сайын, соншалықты денсаулығына да зиян тиіп жататын барлығы да анық біледі. Темекінің зияны туралы дәл сол темекінің сыртында салынып қойған неше түрлі қорқынышты суретті көрсе де, болмасам отбасы достары темекіні таста десе де, шылым шегуді қоя алмайтын жандар өкінішке орай өте көп. Мүмкін көп адамдар темекіні тастаған жағдайда біздің денсаулығымыз қалай өзгеретінін білмегендіктен темекіні тастай алмайтын шығар деп те ойлаймын. Күн дәл осы бейнежазбаны көрсеңіздер, темекіге қарағыларыңыз да келмей қалатынына сенімдімін. Темекіні соңғы рет шеккеннен соң 20 минут уақыт өткен кезден бастап денсаулығыңызға әсер ете бастайды. Иә, бұл шындық. Дәл темекіні шегіп тұрған кезіңізде қан қысымыңыз көтеріліп, жүрек соғысы да жылдамдата бастайды. Ал 20 минут уақыт өткеннен соң жүрек соғысы, қан айналымы қайта орнына келе бастайды. Шылым шекпеу арқылы қан айналымын жақсартып, аяқ қолыңыз мұздай болып тұрса, қан айналымның жақсаруына байланысты жылына бастайды. Шылым шеккен уақыттан бастап 8 сағат өткеннен соң темекінің кесірінен сіздің денеңіздегі көміртегі мөлшері 50%-ға дейін азаяды. Денедегі оттегі де аз-аздап қалыпты орынға келе бастап, бұлшықеттерге де күш жинап, жақсы ұйықтай аласыз. Бірақ абайлаңыздар, никотин мөлшері де бірден азая бастайды. Темекі шегушілердің темекіні тастай алмауының басты себебі ол әрине темекідегі никотинде. Шылымды ылғи тартудың салдарынан никотинге деген әдетті тудырып, шылым шегуге құмарлықты тудырады. Сондықтан, егер никотин мөлшері төмендесе, онда ашуланшақ, әрі уайымшыл болып кетуі де мүмкін. Темекіні тастасақ, ең қиыны ол симптомдардың күрт өзгеруінде, яғни бірден мазаңыз қашып, ашуланшақ болып кетуіңізде. Сонда да, қанша темекі шеккіңіз келіп тұрса да, шыдасаңыз, онда сіз ойламаған денеңіздегі өзгерістерді байқайтын боласыз. Шылым шегуді бір күн ғана тоқтатып көріңізші, ол кезде ішек ауруларының алдын ала аласыз. Темекі шеккен кезге қарағанда денеңіздегі оттегі де көбейіп, денедегі никотин де азая бастайды. Дәл осы кезде темекі шеккілеріңіз келіп, үйдің жанындағы магазинге жүгіргілеріңіз келіп тұрасыздар ғой, иә? Бірақ шыдаңыздар, жеңіліп қалмаңыздар. Жалпы, темекіні қойғаннан соң 4 апта мен 12 аптаның ішінде ғана темекіні жай ұмыта бастайсыздар. Темекіні шекпеудің ең жақсы амалы ол темекіні шекпеген кезде менің денемде қандай өзгерістер сол жайында толық білуде деп ойлаймын. Ең алғашқы апталарда әр 10 минут сайын шылым шеккілеріңіз келіп тұратын уақыт 2-3 рет болуы мүмкін. Алғашқы 6 апта ғана шылым шекпей шыдасаңыз, темекі шегуге деген қызығушылығыңыз да азайып, тіпті іздемейтін боласыз. Екінші күнгі белгі. Шылым шегуден бас тартқан екінші күннен бастап, денеңізде никотин және көміртегі мөлшері азая бастайды. Осының арқасында темекінің әсерінен пайда болған өкпе ауруын жақсартып, өкпеге жиналған қалдықтарды тазалайды. Дәл осы кезде жөтел де пайда болуы мүмкін. Себебі денеңіздегі қалдықтардан тазалап жатқандықтан қатты қорықпасаңыздар да болады. Шылым шегуден бас тартқан екінші күннен бастап-ақ сіз таң қалатын өзгерістердің бірі ол әрине иіс пен дәмді анықтайтын нервтер қайта тіріліп, сіз хош иіс пен дәмді тағамның дәмін сезіне аласыз. Содан соң шылым шегуден бас тартқан уақыт 2 апта өткеннен соң драматикалық өзгерістерді байқайсыз. Денеңізде күш-қуат пайда болып, спортпен айналыссаңыз да тез шаршамайсыз. Тыныс алу жолдары мен өкпенің жұмыс жасауы темекіні шеккен кезге қарағанда 30%-ға жақсара бастайды.
2 апта бою шылым шегүүден бас тартамын деп, жоқ дегенде бір дана темекіні шеккілеріңіз келіп, соған төтеп беремін деп қатты қиналдыңыздар ғой, я? Сонда да мынаны естен шығармаңыздар. Шылым шегетін адамдар, шылым шекпейтін жандарға қарағанда жүрек ауруы, көмекей және өкпе рагына тез шалдығуы әбден мүмкін. Темекі шегу тек қана өкпеге ғана әсер етіп қоймай, жалпы денсаулыққа кері әсерін тигізіп, тіпті иммунитетті төмендетеді. Темекі шегуден бас тартқан күннен бастап, 1-2 ай өткен кезде біздің денемізде қандай өзгерістер орын алуы мүмкін? Темекіні өмір бойына тастап кете аласыз ба? Жоқ па? Осы уақытта қалай шыдайтыныңызға, қалай төтеп беретініңізге тікелей байланысты. Бірақ уайымдамасаңыздар да болады. 5 апта өткен кезде мазасыздық белгілері жоғала бастайды. Дәл осы уақытты өзіңізді жеңіп, келесі айға бет бұрдыңыз ба? 3 ай уақыт өтсе, енді спортпен айналысу сіздер үшін еш қиынға соқпайды. Жоғары қабатқа жаяу көтерілсеңіз де, бұрынғыдай жөтелмейтін боласыз. Тіпті тез шаршамайтын боласыз. Енді темекі шеккім келіп тұр деген сезімнен де арыласыз. Уа, енді сіздер темекіні толықтай тастадыңыздар деп айта аламын. Шыдамдылық танытқан, барлық қиыншылықтарға төтеп берген өздеріңізге жақсы бір сыйлық жасасаңыздар да артық етпейді деп ойлаймын. Егер жаныңызда темекіні тастағысы келіп жүрген жандар болса, осы бейнежазбаны көрсетсеңіз болады. Содан соң жаныңызда темекіні қоюға әрекет жасап жүрген адам болса, қолдап, сіздің темекіні қойған кезде қолданған амалдарыңыз, тәжірибеңіз болса, міндетті түрде бөліссеңіз екен деймін. Егер бейнежазбаның көмегі болса, осы каналға тіркеліп, бұдан да көптеген ақпарат ала кетіңіз.